Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі әңгіме Джон Гриннің «Виноваты звезды» кітап туралы болмақ. Кітап жалпы не туралы? Кітап 17 жасар жігіт пен 16 жасар қыздың ауруға шалдыққан жастардың махаббат хикаясы туралы. Жаман ауруға шалдыққан екеуі де. Қыз әрдайым кислородный баллонмен жүреді. Яғни өздігінен демала алмайды. Ол болмаса өмірі тоқтайды. Жігіттің бір аяғы протез. Осы жаман ауруға шалдыққан, аурумен сыналып жатқан екі жастың махаббат хикаясы туралы. Екеуі қалай танысады, екеуі группа поддержки. Сол ортада, яғни осы жаман ауруға шалдыққан жастарды қолдау мақсатында ашылған бір топ бар екен. Сол топта екеуі танысады. Жиналыс үстінде. Содан бастап екеуінің арасына сезім оянып, ары қарай біршама уақыттан екеуі бірге өткізеді. Екеуі бір кітапты оқиды, бірге талқылайды, соның авторымен жүздесуге Амстердамға барады. Жалпы ішкі сезім ауруға шалдыққан адамды сауадан түсіне бермейді. Әрдайым, яғни сол ауру адамдардың әңгімелері, ішкі сезімдері, ойларын авторы өте керемет сипаттаған, түсіндірген. Ішінде пәлсапалық, философиялық сөздер бар. Екеуі әңгімелескен уақыттарында. Соның ішінде мынадай бір сөз тіркесі бірнеше жерде кездеседі. Өмір деген бұл өмір фабрика емес. Саған қалағаныңды шығарып беретін, қалағаныңды орындап бере алатын өмір бұл фабрика емес. Емес қой деп бір-бірін солай жұбату сөздері бар ішінде. Және жігіт қызға деген ғашықтығын былай жеткізеді. Бұл фильмде де бар, «Виноваты звезды» фильмі бар, көрген шығарсыздар. Мен де көргем, ол фильмді ұнаған маған. Кітабын көрген уақытымда кітабын оқиыншы дедім. Кітап берген әсерді фильм бере алмайды, білесіздер. Сол фильмде де осы сөздерді айтады жігіт. Кітаптан алғанда барлығын. Аудармасы бойынша былай: мен саған ғашықпын. Мен білем, мына өмірдің, мына жалғаның бір күні шаң тозаңға, топыраққа айналатынын білем. Біздің тағдырымызға бұйыртқан мына бір жалғыз жердің өзін күннің жұтып алатынын білем мен. Бірақ бәрібір мен саған ғашықпын деп айтады жігіт. Бұл сөздер енді бір пәлсапалық сөздер. Жігіт алдын ала өзінің ертерек қаза болатынын сезген сияқты, білген секілді. Тағы не айтсақ болады. Оқуға кеңес етем. Әркім өзі қарайды, не оқитынын өзі біледі. Бірақ мен өзіме керектіні алдым деп ойлаймын. Әр кітап негізі уақытылы оқылады деп ойлаймын. Саған керек уақытында оқылады кітаптар. Сен керекті бір өзіңе мәндер, мазмұн, мағыналар аласың. Мен өзім кішкене науқастанып біршама уақыт солай жүрдім. Операция жасатып, сол моменттерде оқылды бұл кітап. Бұның алдында алхимикті оқыған едім. Ол кезде мен бір іске шешім қабылдай алмай жаттым. Ол кітапты оқып бірден шешімге келдім. Сол сияқты әркімде әрқалай бар ситуациялар, бірақ маған өзіме солай. Бір керек сәттерде бір оқылатын сияқты әр кітап. Өзінің уақытында. Әйтпесе бұл кітапты алып қойғаныма мен 1-2 жыл болды. Осы жақында ғана оқып біттім. Соңында жігіт қайтыс болады. Қаза болған кезде қыз айтады, мен өмірі көрмеген оның достарын көрдім деп. Барлығы доспыз деп, достарымыз деп келіп жатыр еді, бірақ осы уақытқа дейін олар мен біреуін көрген емеспін, біреу жағдайын сұрап келген емес. Өлген адамда дос көп екен деген сияқты өзінің ішкі ойларын қыздың әдемі келтірген автор. Жалпы қысқа нұсқа айтқаным осы. Әдемі кітап. Басқа бір-екі дүниелерді ұмытып кетуі мүмкін. Есіме түсіп жатса, болмаса жазып жіберермін. Жақсы. Ассалаумағалейкум.